Қайырлы күн, құрметті біздің ел үміті корпоративті қорының көрермені. Және бүгін бізде қонақта Қазақстандағы номер 1 отбасылық психолог, ол Ержан Мырзабаев. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Саламатсыз ба дейді. Қош көрдіңіз. Тағы да жалпы бүгінгі біздің подкастымыз, айтып өтейін, 2-ші халықаралық психологтар негізінде өтіп жатыр. Бүгін 3-ші маусым, және де бұл сұхбатты біз бастаймыз. Ендеше алғашқы сұрақ, жалпы ата-ана мен бала дұрыс коммуникацияны қалай құру керек, баланы күйзелістен шығару үшін немесе тағы да басқа психологиялық жаңағы мәселелерді шешу үшін? Ата-ана мен бала арасында қарым-қатынас ең бірінші сенім және қауіпсіздікте негізделу керек. Сенім деген сөз, бала ата-ана маған сенеді, соған сену керек, және мен ата-анаға сене аламын. Мен мынаны істемедім деген кезде ата-ана маған сенеді, және ата-ана мен сенімен демалыс күні паркқа барамын деген кезде бала да ата-анаға сене алу керек. Алдап кетпейді, жұмысы шықпайды, тастап кетпейді деген сияқты. Екіншісі қауіпсіздік, яғни бала ата-анадан қорықпау керек. Бала ата-анаға әрбір проблемасын айта алатынын білу керек, және қандай да бір қиындыққа, проблемаға ұшыраған кезде ата-анасы оны ұрыспайтынын, соқпайтынын, балағаттамайтынын білу керек. Керісінше, мен проблема түсіп қалған кезде ата-ана маған көмектеседі, қолдау білдіреді деп ойлайды. Яғни осы сенім мен қауіпсіздік ата-ана мен бала арасындағы ең негізгі принцип қарым-қатынаста. Негізі сұрақ мынандай болған, ата-ана мен психолог бірлесе қалай жұмыс жасау керек, мектеп психологы? Өйткені ол оңай емес. Өйткені қазіргі енді ресми емес статистикаға сүйенсек, бір психологқа Қазақстанда 2000 бала тең келеді. Иә, ондай жағдайлар жиі кездеседі. Біз өзіміз практикамызды тоже көріп жүрміз. Бір мектепте 2000 бала болатын болса, бір психолог, екі психолог жұмыс істейді. Ол біреу арып қалып больничныйға болып, немесе отпускқа кетіп қалған кезде жалғыз психолог қалып қояды көп жағдайларда. Сондай сәттерде бүкіл балдарды тану, білу, игеру өте қиын болуы мүмкін. Сондай сәттерде біріншісі біз мектептегі психологтардың қағаз бастылық проблемаларын шешуіміз керек. Яғни жасайтын диагностикалар, сауалнамалар, тесттерді барынша цифрландырып, автоматты түрде жүргізе алу керек. Сол кезде қағаз бастылықтан арылып, психолог тікелей баламен, ата-анамен жұмыс істей алатын болады. Екіншісі, қазір мынандай бір қате тренд бар. Баламен психолог жұмыс істеу үшін ата-ананың рұқсатын алу керек деген түсінік бар. Бұл негізі білмеймін, қайдан шыққан заң, тәртіп, ереже, негізі оны жою керек, жол бермеу керек. Өйткені ата-ана балам психологпен жұмыс істесін, істемейсін дейтіндей компетентный емес. Ол шеше алмайды баламмен жұмыс істесін, істемесін. Бірақ ата-ана бала үшін жауапты ғой. Ата-ана бала үшін жауапты, бірақ психолог ол 4 жылдық білімі бар, арнайы конкурстан өткен, мектепте жұмыс істеп жатқан кісі. Сіз мектепке балаңызды бергеннен кейін мектептен бүкіл білім, тәрбие бағдарламасын толық қабылдау керексіз. Сіз айта алмайсыз ғой, мен баламды мектепке берем, қазақ тілі үйренсін, ағылшын үйренсін, математика үйренбей қойсын, физика сабағына кірмей қойсын деген сияқты. Егер кейбір сабақтарға кірмейтін болса, толыққанды аттестат ала алмайсыз. Өйткені оқу бағдарламасын толық игеру керексің. Осы тұрғыдан ата-аналардың психологқа ең бірінші сену керек. Оның да бір мамамын екенін мойындау керек. Және бала көп нәрсені ата-анаға айтпай, ата-анаға айта алмай, керісінше сол психологқа емін еркін түрде айта алады. Және психолог бұл үйдегі проблемаларды, мәселелерді бір аңдып, тіміскілеп, біліп алатын бір адам ретінде қарамау керек. Керісінше балаңызды сізге айта алмаған нәрседі психолог анықтап, айналып келген кезде сізді шақырып, құрметті ата-ана, балаңызда мынандай мәселе бар екен, сіз білдіңіз бе? Жоқ, білген жоқпын. Соған байланысты сізге үйде баламен былай-былай сөйлесу керек, былай-былай жұмыс жасау керек деп бағдар беретін, көмектесетін маман. Осы тұрғыдан егер психолог пен ата-ана тығыз байланыста болатын болса, бір-бірін қолдап отыратын болса, бір-біріне көмектесетін болса, онда біз үйде де, мектепте де балаға қолайлы жағдай жасап, әртүрлі келеңсіз жағдайдың алдын алатын боламыз. Яғни коммуникация орнату керек, және де бұл жерде мектеп психологтардың құзыреттілігі жетеді деп отырсыз ғой, иә? Мектеп қазіргі таңда жылдан жылға артып бара жатыр, жылдан жылға жақсарып бара жатыр. Оған сенудің, немесе оған табыстаудың, тапсырудың еш қорқудың керегі жоқ. Енді бар болған жағдайдан жаман болмайды. Хуже не будет, былай айтқан кезде. Балаңыз үнсіз сөйлесе алмай жатыр, және оның белгілері де бар. Мысалы, сіз балаңызбен мұңайып жүріп, қызым не болды, ештеңе болған жоқ.
балаңыз бірден агрессивный болып кетті, жай ма, не болды, соны өзгеріп барасың, ештеңке болған жоқ. Балам что-то үстіне жарақаттар көбейіп кетті, не болған кезде ештеңке болған жоқ. Сізбен диалогқа бармай жатса, демек бұл жерде қайтаға сіз дабыл қағып, мектеп психологына, кәсіби психолог мамандарға барып, мына балам менен жабылып бара жатыр, тұйықтанып бара жатыр, мінезі өзгеріп бара жатыр, өтініш көмектесіңдер деп ата-ана ынталы болу керек. Ал егер бала сізбен еркін сөйлесіп жатыр, мазалатқан мәселесі айта алады, сіз оған кәсіби түрде көмектесе аласыз, қолдау білдіре аласыз, осы салада өзіңіз дамытып жүрген бір ата-ана болсаңыз, онда сізге ешқандай сұрақ жоқ. Бірақ сенім, психолог, ата-ананың психологқа сенімі, коммуникация негізі, соның нәтижесінде балаға жақсы көмектесуге болады. Бүгінгі біздің күнтізбеден тыс бір сұрақ қойғым келіп отыр. Егер де бала ата-анаға сенбесе, бұл жағдайды қалай шешуге болады? Ата-ана қалай әрекет ету керек бұндай жағдайда? Бала ата-анаға сенбесе, онда ата-ана былай ойлау керек та, демек мен бір жерде баламды қорқытып қойдым. Бала қай кезде өтірік айтады, қай кезде ашылмайды, ата-ана тарапынан айыпталамын, кінәлі боламын, маған ұрсады, мені ұрады, менің белгілі бір еркіндіктерімді шектейді деген қорқу болатын болса, сол кезде бала ата-анаға өтірік айтады, немесе мәселесін, проблемасын айтпайтын болады. Бұл бірінші. Екінші кең таралған мәселе үйдегі атмосфера. Сіз үнемі үйде күйеуіңізбен, әйеліңізбен жанжалдасып, ұрысып, қырылысып жүрсеңіз, ондай кезде бала барып проблемаларын айтпайды. Бұлардың проблемалар бастарына асып жатыр, бұлар өз проблеманы шеше алмай жатыр, мен не деп проблемамды айтамын, мен не деп қосымша проблема боламын, мен онсыз да бұл үйде ешкімге керек емеспін, ешкімнің менімен шаруасы жоқ, мен өзім шешейін, немесе қоя салайын деп ішке қарай жабыла береді. Яғни отбасындағы ауа райы ғой, былай айтқанда. Отбасындағы жағымды атмосфера баланың сізге ашылып, өзінің еркін сезініп, бөлісуіне септігін тигізеді. Осымен кеңестер болды, иә? Иә. Аха, жақсы. Онда келесі сұрақ, жалпы кейбір балалар үйде өте ашық, өте сондай бәрімен жақсы араласады, бірақ мектепке келгенде тұйықталып қалады, иә? Ол неден деп ойлайсыз, және де психолог пен ата-ана осы жерде бірлесе қалай әрекет ету керек? Ондай жағдайлар болып тұрады. Көбіне ол егер бала үйде ашық, еркін, бірақ сыртта тұйықтау болатын болса, қатты проблема емес. Бірақ сыртта ашық, үйде тұйықталып жатса, бұл әлдеқайда көп проблема. Өйткені бала ең жақын адаммен, ата-анасымен жабылып жатыр. Демек, үйде ата-анада белгілі бір проблемалар бар, бала ата-анаға сенбейді, оның алдында өзін еркін ұстана алмайды деген сөз. Ал сыртта тұйықталуға қай келетін болсақ, балдардың бойында бұл қалыпты жағдай. Балдар әртүрлі ортада өзін әртүрлі ұстайды. Барлық жерде ашық, еркін жүретін бала жоқ. Барлық жерде тұйықталып жүретін бала да жоқ. Өзіне таныс емес орта болатын болса, бала тұйықталады. Бір жерге жаңадан бірінші рет барып жатса, мысалы, бірінші рет мектепке бара жатыр, жаңадан бір ортаға, бір коллективке кіріп бара жатыр, белгілі бір дәреже тұйықтанып, қысылып, өзін еркін ұстай алмау қалыпты жағдай. Және де үшінші нәрсе, егер ол жаңа орта, сынып, мектеп, үйірме, жаңа орта токсичный болатын болса, яғни ол жерде бала буллингке ұшырап жатыр, оны кемсітіп жатыр, ешкіммен араласпайды, дос болмайды, бәрі оған күле беретін болса, ондай ортада бала әрине өзін ашық, еркін ұстай алмайды, қысылады, жабылады. Яғни мәселе балада емес, ортада дейсіз ғой, иә? Оны түзетіп қажет емес. Балада емес, ортада. Балада жалпы балада психолог тұрғыдан аз мәселе болады. Ол айналасындағы ортаға бейімделіп, мінезі қалыптасады. Айналасындағы ортаға бейімделіп, соған қарап өзгеріп отырады. Ал жалпы өзінде бала ретінде бір дефект, бір проблема болу өте сирек кездеседі. Ал егер де сондай жағдайға тап болса ше, сондай ортада буллингке ұшырайды мәселен, иә? Немесе оны балағаттайды күнде, онда қалай әрекет ету керек бала? Бала қалай әрекет ету? Бұл проблеманы ең бірінші ересектерге айтып көмек сұрау керек. Өйткені бала ретінде сен оны өзің жалғыз шеше алмай жатсың, қолынан келмей жатыр, көмек сұрайтын уақыт келді. Ең бірінші ата-ана балаға жауапты, баланың құқығын қорғау керек, қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Соған сәйкес барып, мектеп психологымен бірлесіп, баламды кім ренжітіп жатыр, кім тиісіп жатыр, мектеп психологы, сынып жетекшісі, мектеп басшылығы. Осы үш кісімен ақылдасып, балдар арасынан бар болған конфликті, проблеманы, түсініспеушілікті реттеу, баланың қабылдауын қамтамасыз ету, және балдар арасындағы достық пен бауырластықты арттыратын іс-шаралар өткізу бойынша жұмыс жасалу керек. Егер ол көмектеспейтін болса, онда психологқа бұл мәселені жеткізіп, осындай болып жатыр,
бала мазасы болып жатыр, онда психолог кәсіби түрде нақты техникалармен, нақты әдістермен баламен сөйлесіп отырып, проблема неде және ол проблема қалай туындап жатыр, қалай оны болдырмауға болады, сол жағын қарастырады. Бір жағынан біз балдар арасындағы іс-шаралар, екінші жағынан баланың бойындағы өзіндік сенімділігі, өзін ұстауы, эмоционалды интеллектісі, балдардың көзінде, класстастардың көзінде оны жағымсыз жағдайға түсіріп қоятын әрекеттерден аулақ болу, коммуникациялық дағдылар қалыптастыру бойынша жұмыс жасалса, онда бала ортаға үйреніп кетеді, сіңісіп кетеді және барлық жерде өзін еркін ұстай алатын болады. Енді сіз мектеп психологы болмасаңыз да, менде мынандай сұрақ туындап жатыр. Неліктен жалпы мектеп психологының міндеттері жайлы біз жалпылама айта береміз, иә? Бірақ шынымен де мектеп психологының нағыз міндеттері не ол? Не істеу керек мектеп психологы? Қалай әрекет ету керек? Мен мектепте жұмыс істегенмін негізі. Істегенсіз ба? Иә, мен мектепте мұғалім болғам. Өз тәжірибеңіз жайлы айтсаңыз болады. Мектепте мұғалім болғам, мектепте директор болғам, мектеп психологымен біз тығыз байланыста болдық. Одан кейін мен педагогика, психология бойынша магистр оқып, содан кейін де мектепте әсіресе ата-ана бағытына көбірек көңіл бөліп жұмыс істегенім бар. Мектептегі психологтың жалпы функциялары негізі арнайы оқу ағарту министрінің бұйрығымен бекітілген функционалды міндеттері. Бізде қазір түсініксіз және жалпылама болатқан нәрсе, біз мектептегі психологты бір маман ретінде, тұлға ретінде қабылдауда қиындалып жатырмыз. Оның сабағы жоқ, ол бос, кезекші бола салсын. Оның сабағы жоқ, ол бос, қонақтарды күте салсын. Оның сабағы жоқ, ол бос, отчеттар дайындай салсын. Оның сабағы жоқ, ол бос, балдарды бір жарысқа апарып келе салсын деген сияқты. Мектепте, мектеп басшылығы тарапынан психологқа деген көзқарас жағымсыз. Сіз мысалға бір математика мұғалімінің барып бір жерге жұмсай салмайсыз. Кезекші болса, мен сабағым бар, мен дайындалуым керек, мен олимпиада оқып жатырмын дейді. Сабағы бар болатын болса, ол жұмыс істеп жатыр, сабағы жоқ болатын болса, ол кабинетте бос отыр деген қате түсінік бар. Осы тұрғыдан біз нағыз бекітілген айқын міндеттерді орындауға мүмкіндік бермей жатырмыз. Әртүрлі керек емес, бос, тікелей өзінің құзыреттілігіне кірмейтін жұмыстармен жүктей береміз. Сөйтеміз де осы бір кашаның ішінде не істеп жүр ме психолог өзі? Кім нақты жұмысы бар ма? Бір анда, бір мұнда деген. Оны мектеп директоры да түсінбейді, әріптестері де түсінбейді, оқушылар да түсінбейді, ата-аналар да түсінбейді. Өйткені мектеп психологты мектепте бос болған барлық жұмыстарда оны көре береді. Нақты немен айтатын белгілі емес. Ал негізі мектептегі бізде психолог деп айтады, психологиялық қызмет деп айтады. Психологиялық қызметтің ішінде психолог кіреді, әлеуметтік педагог кіреді, профориентолог кіреді, тәрбие заучы кіреді, сынып жетекші кіреді. Яғни целый қызмет услуга бұл бірнеше адамнан қалыптасатын топ. Солардың несі жұмысы диагностика, анықтау, қандай проблема бар, не мазалап жатыр, коррекция, қай баламен түзету керек, қай баламен құтқару керек, қай баланда девиаттық іс-әрекеттер байқалып жатыр, автодеструктивті мінез-құлық байқалып жатыр, соны түзету керек. Одан кейін ағарту мәселесі, бұл бойынша мұғалімдерді ағарту, ата-аналарды ағарту, оқушыларды ағарту, арнайы семинарлар, тренингтер өткізу арқылы, одан кейін арнайы есебін, учетін жүргізіп отыру. Осындай секілді нақты жұмыстары негізі белгілі. Бізді көріп жатқан психологтар бар болатын болса, сіз емін еркін түрде жұмысқа алған кезде келісімшарт болады. Келісімшартта функционалды міндеттер деген болады. Ол функционалды міндеттер оқу ағарту министрінің бұйрығына сәйкес дайындалады. Сіз сол бұйрықты алып, менің жұмысым мынау, бұдан тыс мен ештеңе істемеймін. Менің міндеттерім мынау, осыны өзім маған былай жұмыс жетіп жатыр. Мен қалған нәрсе мені мазаламаңыздар деп, өзіңізді кәсіби жеке шекараңызды қорғай алатын болсаңыз, сізге деген мектептегі әріптестердің де басшылықта көзқарасы өзгереді. Яғни психологтардың қызметі дұрыс көрсетілу үшін олар жұмыла әрекет ету керек қой? Жұмыла әрекет ету керек, өзіне тиесілі болмаған жұмыстармен айналыспау керек. Түсінікті. Енді осы тұста биыл 1-ші сыныпқа баратын ата-аналарға кеңес берейік. Бала үшін ол үлкен адаптация, балабақшадан мектепке көшу. Жалпы қандай кеңес берер едіңіз ата-анаға ол өзінің баласына дұрыс қолдау білдіру үшін? Біріншіден асықпаңыз. 5 жасына барсын, 6 жасына барсын, ертерек барсын, балам сөйлеп жатыр, балам жүгеріп жатыр, балам әріп таниды, бұл мектепке беру керек деп асықпау керек.
қазіргі таңдағы балдардың әріп тануы, сандарды санай алуы, сөйлей алуы, сөйлем құрастыра алуы, ерекше сөйлемдер құрастыра алуы бұл бір ерекшелік емес, балдардың барлығы осындай. Мәселе баланың психологиялық жетілуі. Интеллектуалды түрде көп ақпарат алғандықтан ол жетіліп жатады, бірақ психологиялық тұрғыдан кейде психикасы жасына сай болмауы мүмкін. Әлі бір ойын баласы болуы мүмкін, әлі бір жерде бір тиянақты 15 минут 20 минут отыра алмауы мүмкін, әлі бір топпен ұжымдасып бар деген жерге бару, отыр дегенде отыруды түсіне алмауы мүмкін. Сондықтан балаларды бірінші асықпау. Екіншісі, неге асықпаймыз? Мүмкін болғанша баланы балалық шағынан айырылмаңыз. Мектепке бір кіріп кетті ма, болды, ол жерде жауапкершілік, тапсырма, жұмыс, емтихан, сынақ, орта деген сияқты қиындықтар бастала береді. Сол қаншалықты кеш болатын болса, қаншалықты балалық шағына тойып алатын болса, соншалықты мектепте өзін сенімді сезінеді. Екіншісі, мектепке бара жатсыз, қазір мысалға бізде жаз айы, 3 ай уақытымыз бар. Сол уақытта балдарыңызды баратын мектепке бірнеше экскурсия апарыңыз. Ғимаратты көрсетіңіз, коридорды көрсетіңіз. Мектептер ашық қой. Мүмкіндік бар ма біздің қарапайым орта мектептерде? Неге жоқ? Мектеп 3 ай бойы жұмыс істейді. Ол жердегі мектептегі кісілер кезекпен кезекшілікке барып келе береді. Бірақ мектеп андай бір склад емес, 25 майында жауып қоясың да 31 августта ашатындай. Ол 3 ай жұмыс істейді, ол ғимарат. Біз осы жерге тапсырайын деп жатырмыз. Бірінші құжат тапсыруға бәрібір барасыз сол жерге, жаз уақытында барасыз. Екіншіден бір баламды әкеліп таныстырайын деген едім. Бос тұрған здание ешкімге кедергі болып жатқан жоқ. Мектептер бұндай нәрсеге ашық болу керек. Барып таныстырасыз. Жалпы мектептер, негізі мектеп басшылары осыны ескере отырып, өзінің мектебіне келейін деп жатқан бірінші сынып балдарға жазда кішігірім лагерь форматында ашық есік күні өткізу керек. Мен директор ретінде білем ғой, келесі жыл маған қанша бірінші класс келеді, кімдер келеді, бүкіл мағлұматтары бар, ата-ана хабарласып, бізде осындай бір ашық есік күні болады, адаптация кезеңі болады. Балаңызды алып кетіңіз. Жарты күн, бірнеше сағат ойын ойнатамыз, бірнеше сағат класстарды көрсетеміз, спорт залды көрсетеміз, қалай сабақ өтетінін көрсетеміз. Ешкім жоқ, тек қана бірінші сыныптың оқушылары. Менің ойымша бұл керемет болады. Баланың мектепке деген қызығушылығын арттырады. Уже бірінші қыркүйекте танитын, білетін ортаға келген кезде бала қатты қобалжымайды. Лагерь форматында ориентейшн деп айтады, дэй деп айтады, мысалға форматында өткен іс-шараларда уже мына баланы таниды, мына қызды таниды, білетін орта болады, қобалжу, стресс әлде қайда төмен болады. Біріншісі ата-ана апарсын, екіншісі жалпы мектептер осыны идея ретінде қабылдап, бірінші сыныптарға ашық есік күні жазда мектеп басталмай жатып өткізіп, кішкене адаптацияда жүргізу керек. Қазіргі кезде ондай практика тек қана ақылы мектептерде ғана қолданып жатыр ғой деймін, иә, но енді олар клиент ретінде қарайды. Негізі мектептерде. Орта мектептерде ондай практика жоқ. Жоқ, бірақ енгізуге шейін кедергі емес, енгізсін. Істесін. Рахмет сізге. Бүгін бізбен бірге болған Ержан Мырзабаев. Сәттілік, сау болыңыздар.